Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті оқырмандар. Көктал ауылдық кітапханасының ұйымдастыруымен тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай тәуелсіздік тұмарым мәңгілік ел тұрағым атты шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан халқы тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуде. Тәуелсіздік алғаннан кейін әлемдік қауымдастықтың беделді қатысушысы ретінде жас ел тарихынан жаңа беттері басталды. Қоғамдағы бейбітшілік пен келісім мемлекеттік органдардың белсенді және үйлесімді жұмысына, азаматтардың шығармашылық қызметінде негізделген заманауи қазақстандық шындықтың басты өзегі болды. Біздің ең киелі, ең қасиетті ұғымымыз тәуелсіздік. Азаттықтың тамыры тым тереңде. Талай ғасырлар қойнауына көз жіберіп қарасаңыз, осынау тәуелсіздіктің қандай қиыншылықпен, қандай азаппен келгенін түсінесіз. Отан, туған ел, халық ұғымын тәуелсіздіктен бөліп қарастыра алмаймыз. Барлығы тамырлас, бір-бірімен байланысып жатқан өзегі бір ұғым. Тәуелсіздіктің иесі халық, халықтың анасы отан. 1991 жылы қазақ елі егемендікке қол жеткізіп, өз алдына тәуелсіз мемлекет атанды. Шын бағасын иеленбеген желтоқсан көтерілісін жай ғана оқиға деу қиянат екенін дауыстап айтуға мұршамыз келеді. Мұстафа Ататүрік айтқандай, шынжырларды балқытып, тәж бен тақты күйрететін күшті, нұры ұлттық егемендігімізге қолымыз жетті. 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздік таңын тудырды. Бұл күнді тарихи бір сәт десек те болады. Әрине қарапайым ұғымда, ал мұны дүниенің жаратылысы мен тарих дөңгелегінің заманалар белесінде қасиетімен даралап айтсақ, Қазақстан тарихында бұл дата ешқашанда ұмытылмайтын бақытты бағасымен халқымыздың есінде мәңгілік сақталып қалары анық. Тәуелсіздік халықтың үні, ұлттың тілі мен ділі. Тәуелсіздік халықтың тойы, елдің тойы. Қалың қазақ алталаш туған күн, мерейтой. Қаз тұрып, қадам басқан тәуелсіздік сәбилік тұсауын өміршең уақытқа кесірген кезден бастап, осынау 30 жылдың бедерінде айшылық жерді 6 рет аттаған алып секілді. Дәуір жалынын мұғым ұстап, тізгінін бекем қаға білді деп, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, егемен Қазақстанды бүкіл әлем таныды. Туған отанымыз жер жүзілік қауымдастықтың терезесі тең мүшесі ретінде демократиялық өркениетті даму жолына түсті. 3 ғасырға созылған ата-бабамыздың арманының жүзеге асқаны, оған өзіміздің куәгер болғаным мен үшін шексіз қуаныш. Мен өз халқымның ешкімге нақақ қиянат жасамағанын мақтан етемін. Ал қиянат жасамағанға Алланың көзі түсу. Біздің қолымызда қанның емес, тердің иесі бар. Демек, біз жасампаз халықпыз. Еліміз қалай болғанда да сан ғасырлық қиын қыстау жолдан, тар жол тайғақ кешуден өтіп, тәуелсіз елдер қауымдастығына қосылды. Отанымыз, Қазақстанымыз туралы айтарымыз да, мақтанарымыз да көп ақ.
ендігі жеңісті де ерлікті де біздің қолда. Дербес болуға бағыт алған егемен еліміз Қазақстанды көркейтетін, шаңырағын биіктетіп байытатын, абыройын асырып, өз бақытының иесі болуына қол жеткізіп отыратын білім мен білік жолын таңдаған кейінгі ұрпақтар, яғни біз жұмыла еңбек етуіміз қажет. Ал ондай болса, кітапханамыздың тұрақты оқырмандарын тартуында тәуелсіздіктің 30 жылдығына өлең жолдарын қабыл алыңыздар. Байтақ көш етпейтін жері менің, таулырман жасыл жайлау көлім менің, бүгінде бар әлемге даңқың жетті, тәуелсіз Қазақстан елім менің. Қазақпын, еңселі елмін егеменді, кеңейттім кең әлемге керегемді, мұхиттың ар жағында жатқан жұрттар таныды тепе-тең деп тереземді. Қазақпын, қойнауы құт, жері дархан, әнімді 5 құрлықтың бәрінде айтам. Бұл тігілді халқымның бүгін бағына, ері жігіттер желбіретіп носта. Ғасырларға жалғастырып елдікті дақ түсірмей ата-баба рухына. Үлгі бізге ата-баба ерлігі, бұлақ атты өнегелі еңбегі, тәуелсіздік туын ұстап жоғары, бүгінгі ұрпақ болар елдің ертеңі. Қазақ елім туды жастық дәуірің, алғандайсың жұлдызыңның жарығын. Тәуелсіздік құтты болсын қымбаттым, туған күнің құтты болсын алыбым. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын деп тілейік ағайын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл.